Атырау-Орал А28 республикалық автокөлік жолының бойында тұрып, мына жерде Махамбет ауданы мен Индер ауданының шекарасы деп айтсақ болады. Автокөлік жолының бәрі шұрық тесік. Мына жерде көріп отқандарыңыздай жолаушылардың қауіпсіздігі сақталмай жатыр. Оны енді біз бұдан бұрын да айтып келе жатырмыз. 2023 жылғы 17 ақпанда Аманат партиясы Атырау облыстық филиалында сол жерде үлкен жиналыс болды. Қазавтожол ұлттық компаниясының басшылығы шақырылып сол жерге. Одан бөлек Атырау облыстық полиция департаментінің басшысының орынбасары Әбдіғани Сейдуалиев мырза қатысып, сол жерде біздер ұсыныс бергенбіз. Хаттама сақталып, осы жолды бүлінген жерлері болса, манағыдай хаттама толтыру, әкімшілік хаттама толтыру, күнделікті мына патрульдік полициялар. Сол міне орындалмағандықтан, тәртіпке келтірілмегендіктен, қазір мына жерде қарап отыр. Индер ауданының мына Көктоғай ауылдық округі айналасында бір жамап жатыр асфальтты. Бірақ ол сапалы деп айта алмаймыз. Себебі мына техникаларынан да, мына жасап жатқан жұмыстарынан да көріп тұр. Енді мына Махамбет ауданының территориясы, одан бөлек Атырауға қарай осы тасжолдың бәрі күтіп ұсталмаған. Яғни бұл жұмыстың бәрі Қазавтожол ұлттық компаниясына күтіп ұстауға беріледі. Қыста да, жазда да 365 күн 24 сағат дегендей. Осыны күтіп ұстау жұмыстарына қаржы шығармай отыр. Ал енді ол қаржы қалай шығатынын біз айтып түсіндірмей ақ қояйық. Өздері біледі, өздері шығару жолдарының бәрін біледі. Соны жасамай отыр сол жұмысты. Соның салдарынан мына неше түрлі мына жол көлік оқиғалары орын алады. Бір жағынан жол патрульдік полициялары қадағалап жатыр жолаушылардың қауіпсіздігін. Бірақ екінші жағынан мынандай яма болып жатқанда жолдың бәрі қандай жол көлік оқиғасы болмасына кім кепіл? Соның біздер алдын алуымыз керек. Алдын алу жұмыстары өз деңгейінде жүріп жатырған жоқ. Қазавтожол ұлттық компаниясының тәртіпке келтіруіміз керек. Күтіп ұсталмағандықтан осындай жағдайға түсіп жатыр жолдың бәрі. Енді бұл республикалық жол ғой, бірақ мына шақырман көліктері. Одан бөлек шақырман өте ауыр жүк көліктері, шақырман жүк көліктері, бұл жөнінде Атырау облысы әкімдігінің жол картасы бар, бекітілген. Яғни полиция департаментінің басшыларының қолы бар. Одан кейін инспекция транспортный контроль дейді. Транспортный контрольдің басшылығының қолдары бар. Одан кейін Атырау облысы әкімдігінің қолдарымен бекітілген жол картасы бар. Өте ауыр жүк көліктері жүруге болмайды. Яғни шақырман жүк көліктері Индер ауданынан ПГС дейміз ғой, инертный материалдар тасып, осы жолдың бәрін бүлдіріп жатыр. Осыған енді бүкіл құзырлы орган жүріп, прокуратура жүр, басқа жүр, бәрі жүріп, осы әлдері келмей жатыр. Бұл қалай түсінеміз сонда? Заңға бағынған құл болмас дейді. Заң үстемдік ететін мемлекет қалыптастырамыз, президенттің тапсырмасы.